Ох, шіркін-ай. Пиво ішпегелі қай заман. Хотя кезінде мен күніне 2 банка пива стабильно ішетім. Неге? Қараңдар өздерің, осындай пәтерде мен кезінде тұрғам. Осыдан 5 жыл бұрын айлық төлемі 700 теңге. Қалай ойлайсыңдар, бұндай пәтерде тұрып саморазвитием айналысуға адамда мотивация бола ма? Өздерің қараңдар. Яғни кітап оқу, отжимание жасау, спортпен айналысу, бәрібір. В любом случае, осындай пәтерде тұрған кезде адамның ішкі состояниесіне саморазвитием айналысуға мүмкіндік бермейді. Бірақ мен бір амалын таптым. Қаншама блогерлердің видеосын көреміз ғой. 100 миллион теңге қарызы болды, кезінде кедей болдық, ал қазіргі таңда миллионерміз деп. Менде де ондай история бар. Хоть банально айта кетейін, мен де кезінде грузчик болдым, официант болдым. Менің күнделікті өмір салтым қандай болды? Таңертең жұмысқа келем, кешке қайтамын үйге, 3000 теңге зарплатаны алам, міндетті түрде 1-2 банка пива, семечки и инстаграмда түнгі сағат 3-ге дейін отыру. Осындай өмірден мынандай өмірге мен қалай келдім? Мен сендерге қазір осы видеода 1-2 инсайтымды айтамын. Кеттік па? Кеттік. Орыстар айтады ғой, ты то, что ты ешь деп. Қарандаш, бұл менің таңғы асым, түскі асым, кешкі асым. Міндетті түрде майонез, нан. Қалай ойлайсыңдар? Осындай тамақтанатын адамның ойлау қабілеті қандай болады? Сенің тамақтануың, сенің жетістігіңе тікелей қатысы бар. Негізінен келетін болсақ, дисциплина ол именно тамақтан басталады. Бургерден отказ жасау, энергетик ішпеу, оның барлығы как раз таки начало дисциплины. Бұл достар менің бірінші инсайтым. Екінші инсайтты қазір айтам. Кеттік. Екінші инсайт қараңғы ортадан құтылу. Білесіңдер ме достар, осы үйде тұрған кезде менің көршілерім ойлау қабілеті вообще басқандай болды. Оларды мен сияқты майонез, нан, роллтын жейтін. Және мен бір нәрсені бастаған кезде, обучение болсын, кез келген нәрсе міндетті түрде күліп, және қалай дұрыс жасау керектігін біледі. Негізінен келетін болсақ, умниктар бұл өмірде өте көп. Ненің дұрыс екенін, ненің дұрыс емес екенін сенен де жақсы біледі. Ал ақылды адамдар керісінше олар көп тупить етеді. Запомни. Үшінші және соңғы инсайтым осындай. Білесіңдер ма, біздің миымыз ол компьютер сияқты. Қандай программаны енгізесің, тура солай ол жұмыс жасайтын болады. Айтқым келіп отырғаны, сенің бала кезіндегі сенің қоршаған ортаның бүгінгі продуктісі, ол сен бала кезінде қандай программа кірді, солай сен қалыптасып кеттің. Допустим, сені соңғы орынға қойдыртып үйретіп қойды. Үйге қонақтар келсе, ең жаман мороженое сенікі. Қонаққа бала келді, ең күшті ойыншығыңды оған сыйла деп үйретіп қойса, болашақта сен бизнес ашасың, міндетті түрде конкурентный способностьтан қорқатын боласың. Конкуренттерге сен жол бересің де, өзіңді соңғы орынға қоясың. Ол қалай сонда? Ол былай, егер де сен кез келген бір салада бір істі бастайтын болсаң, соңында мен ең мықтысы боламын, мен профессионал боламын деген мақсатың болу керек. А егер де сен әзірше 300-400 мың таба тұрамын, маған сол жетеді деген ойлау қабілетің болса, өкінішке орай досым, бұл бала кезіндегі сенің дұрыс емес установкаларың. Ондай установкалардан құтыла салу бірден оңай емес. Мен мысал үшін оны 1 жылдың ішінде әрең өзгерттім миымдағы бүкіл программаны. Соның арқасында трейдинг саласында профессионалдық деңгейге жетіп, қазіргі таңда керемет нәтижелерім бар. Енді менің келесі мақсатым осындай. Қазақстанда трейдингті үйрету саласында инфобизнестегі ең мықты наставник боламын деген. Сол үшін Криптон Telegram каналы ашылды. Бұл жерде мен обучениеме ребрендинг жасаймын. Басынан бастап, қалай видео сабақтар жасалынып жатыр, качествосы қандай, дауысы қандай, қандай материалдар болады, менің хейтерлармен сөйлесу, жақсы достармен сөйлесу. То есть от и до мен саған бұл продуктының ішкі кухнясын ашық қанды шындықты көрсететін боламын. Ұнаса аласың, ұнамаса алмайсың. Зато сен білетін боласың, стоит или не стоит деп. В общем, солай. Енді, егер сен біздің Telegram каналға әлі тіркелмесең, осы видеоның астында сілтеме тұрады. Сол сілтеменің заявканы от иді толтырып, потом барып сен досып алатын боласың. Условия бізде бар. Себебі, қайталап айтамын, біз шынайы түрде түгелін көрсетеміз. Мен өзімнің хейтерлармен сөйлесетін боламын. Соның барлығын көресің. Өсек, мөсек, өшін бәрі бар ғой. Сол, удачи, рахмет көргеніңе.